халық емін көрсетпекшімін. Бұл тек жөтел қақырыққа ғана емес, сонымен қатар ұйқысыздыққа, метаболизмге, өкпе дағына, ішек құрттарына өте пайдалы. Дайындалу жолы түсінікті болу үшін видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ал ендеше бірге бастайық. Ең алдымен асты қалың ыдысымызға сүт құйып, газге қоятын боламыз. Газды міндетті түрде орташа отқа қойыңыздар. Кейін екі чесноктың сыртын жақсылап ашып, жақсылап жуып алатын боламыз. Егер сіздерде 200 грамм сүт қоссаңыздар, 2 чеснок қосасыздар. Ал 300 грамм сүт қоссаңыздар, 3 чесноктың тісін қосасыздар, яғни 3 штугын қосасыздар. Неге жақсылап жуылған чесноктарды турап аламыз. Бұл жерде чесноктың пайдасына келетін болсақ, бактериялармен күреседі, қан тамырларын тазартады, қандағы қант мөлшерін төмендетеді, иммунитетті күшейтеді, сонымен қатар қатерлі ісіктің алдын алады, паразиттерді жояды, ас қорыту жүйесін жақсартады, терінің қалпын сақтайтын болады. Қайнауға жақындаған сүттің үстіне чесноктарды салатын боламыз. Ешқандай да қайнатпайсыздар, тек жақындаған кезде ғана осы чесноктарымызды салатын боламыз. Мінекей. Енді сүт пен чеснокты 10-15 минут қайнатып аламыз. Одан қатты қайнап кетпесін, ащы дәм шығып қалатын болады. 10-15 минут жеткілікті. Мінекей, қымбатты көрермендер, чеснок қосылған сүт дайын болды. Енді дәл осындай сүзгіштен сүтімізді құйып алатын боламыз. Яғни чесноктардың барлық дәрумендері сүтке берілетін болады, кейін оларды бөліп алып тастасаңыздар болады. Бұл әдісті таңертеңгісін тамаққа дейін аш қарынға 20 минут бұрын ішесіздер. Егер сіздерге иісі, дәмі ұнамайтын болса, сәл суығаннан кейін бал қосып ішсеңіздер де болады. Қымбатты көрермен, біздің арнамызға тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Біздің арнада халық емдері, сонымен қатар пайдалы кеңестеріміз, үй күтімдері бар. Және де алдағы уақытта қандай ақпараттар алғыңыз келеді, төменге пікірлер бөліміне жаза кетіңіздер. Дәл осы ақпаратты жақындарыңызбен бөлісіп, төменге пікір қалдырып, лайкты баса кетуді ұмытпаңыздар. Біздің арнамызда айтылып жатқан ақпараттардың барлығы арнайы ақпараттық сайттардан алынған. Қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігеріңізбен кеңесіп барып қолданыңыздар.